Hoş geldingler. Bugün bizning quvonch to'yimizga o'ylagan жоқпыз. Kişi ғана құттыққандай бола саяқ дедік. Қазір жасымыз 40-қа келіп, артаң ағарап қартаясың деген осы екен ғой. Рахмет, сау болыңдар. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңа үлкен кісілер. Ана, дада, баба, мама, ағаларым, жеңгелерім, қош келдіңдер. Алтын уақыттарыңды бөліп, бүгін 40 жас деген қуанышыма бас қосып, бірігіп, ақтастарқанда төрді отырсыңдар. Ең бірінші өзі сендерге тек Алла Тағала қуат берсін, дендеріңе саулық берсін. Алдарымызда күліп ойнап, жарқырап жүре беріңіздер. Сендерге қарап, бізде қуанып жүре берейік. Біздің тойларымызды, сіздің тойларыңызды бірігіп, Алла Тағала тек айырмай той-тойлауға нәсіп етсін. Аман болыңдар. Ең бірінші мына ата-ана ғой, жастар жағын айтайын. Құрдастар бар, қатарластар бар. Білек жастарымыз ғой. Анасы бар, әкесі бар. Алтыннан да қымбат ғой. Сол қымбаттарымыз тек аман болсын. Сол кісілердің алдарында біздер әлі өңгеде кішкентай болып жүре берейік. Жасымыз 40-қа келсе, 50-ге келсін. Сол кісілердің алдында деңгелеген бала болып жүре берейік дейміз ғой. Үлкендер аман болсын. Сосын айтайын деген мына келіп жатқан көршілер, құрдастар, жұмыстастар, ағайын туыс тумалар, бәріңізге де рахмет, сау болыңдар. Алтын уақыттарды бөліп, бүгін тойды жақсы өткіздіңдер. 2 ай болып өтті өзінің шыны керек. Осы тойыма деп өзім дайындалып, уайым-қайғымен жүредім. Алла Тағаланың құдіретінде бәрі де жақсы өтіп жатыр. Аман келдік, аман жетейік ауылға дейміз ғой. Мына